6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бала Әбу Насыр ұшқынымен бірге әсем Самарқандқа келеді. Ұшқыны екеуі қаланың көркіне таңырқап, әсем ғимараттарды қызықтап жүріп, кенеттен бір зәулім мекенге тап болады. Бұл қағаз зауыты. Бұл зауыт әлемдегі ең сапалы қағаз өндіретін, ең әсем, ең көрікті ғимарат екенді. Бала Әбу Насыр мен ұшқын екеуі қағаз зауытына кіріп алып, ойнап жүргенде, екеуі байқаусызда өрт тудырып алады. Оны байқаған қала тұрғындары көмекке келеді. Кейіннен мұны көрген зауыт басшысы Әбу Насырды жазалау мақсатында ақысын өтесін деген оймен тегін жұмысқа жегіп қоймақшы. Осы сәтте Самарқан патшасына Әбу Насырдың әкесі Тархан Мұхаммад елші жіберіп, ұлының Самарқан жаққа бет алғанын айтып, оны тауып беруін өтініп хат жолдайды. Самарқан билеушісі Мұхаммад Ұзлақты танитынын айтып, оның өтінішін орындауға бекінеді. Екі Әбу Насыр зауыт басшысының бұйрығымен бір жәшік қағаздарды алып, құрылыс басына жол тартты. Самарқандтың қақ ортасындағы зәулім сарайдың құрылысы қыз-қыз қайнап жатыр екен. Ой, мәссаған. Қос Әбу Насыр шаршап, шалдығып, әйтеуір қағаздарды алып келді. Бала Әбу Насыр бұндай үлкен құрылысты көріп, таңырқай қалғандай болды. Сөйтті де мына ғажапқа қызығушылық таныта бастады. Бұл не ағатай? Бұл енді үлкен жаңа хан сарайы. Менің шебер екенімді білген патшалар маған осы жұмысты тапсырған. Бұл хан сарайы әлемде ең үлкен, ең әсем болу керек. Бірақ оны қалай қылсам екен, ә? Құрылыс басшысының басы қатты. Онымен бірге Әбу Насыр да ойлана кетті. Ағатай, мұна бөлгінде бір сызық жетіспейтін сияқты. Ей, бала, араласпа. Кішкентай бала жағаласатын жұмыс емес. Ағатай, ал мұна тұсына доғал берсеңізші. Ей, жағаласпа дейм. Ағатай, астына ұзыннан сызық берсеші. Жоқ, олай болмайды. Геометрияның заңдылығына қарсы. Түф, араласпа дедім ғой. Өзім білем деп тұрмын бәрін. Геометрия? Ағай? Ей, мына бала. Ағатай, геометрия деген не? Маған үйретіңізші. Сіздің шәкіртіңіз болайын. Үйретіңіз? Шәкірт? Үйретейін. Шәкіртім боласың. Онда сен былай қыл. Қалай қылайын? Қолына келем өзі? Я. Ендеше, анау сызбаларды реттей бер. Бала Әбу Насырдың бағына орай, құрылыс басшысы оған ұстаздық етті. Білгенін үйретіп, Әбу Насырдың ғылымға деген қызығушылығын өдете бастады. Жаңа әлем Әбу Насырға ерекше күш бергендей болды.
Таңның атысы, күннің батысына қарамастан, бала Әбу Насыр үлкен ізденістерге бой алдырды. Білімге деген талпынысының ерекшелігі сода, ол зауыттағы жұмысынан шаршаса да, көз ілмей шыңдалуға талпына берді. Бұл зәулім хан сарайы. Маған геометрияның заңдылықтары анықтамасы мен физиканың негізгі заңдылықтары деген кітаптар керек. Ұшқыны сұраған кітабына айналды. Сол бойда бала Әбу Насыр діттегеніне жетті. Ол әсем сарайдың нобайын жасап шықты. Менің орныма мына жұмыстарды істей бересің бе? Мен қазір бір жерге барып келем. Жоғымды білдірме. Қазір келіп Рахмет, досым. Сөйтіп бала Әбу Насыр жаңа сарайдың нобайын алып, құрылыс басына жол тартты. Мырзалар, не көмегім қажет? Самарқан патшалары Әбу Насыр атты баланы тауып әкеліңдер деп бұйрық етті. Тапқан жанға 50 жармақ сыйақы бар. Ал Әбу Насырдың екеуі болса ше, 100 жармақ бересіздер ме?